Сәлем достар, сіздермен Марлен. Бүгін біз алаяқтар әлеміне саяхат жасайтын боламыз. Тарихта алаяқтылығымен өзінің есімдерін қалдырған, әлем дүр сілкіндірген алаяқтар жайлы айтатын боламыз. Ал біз бастаймыз. Алғашқысы өзінің харизмасы толып тасып тұрған, сүйкімділігімен адамдарды алдап үлгерген Фрэнк Эбигнейл. Ол 1948 жылы Нью-Йоркте дүниеге келген. Фрэнк америкалық атышулы алаяқ және бұрынғы контрбарлау офицері. Ол жастайынан құжаттарды жалған жасап, адамдарды алдап, осылай алаяқ әлеміне кірген болатын. Фрэнк бүкіл Америка бойынша өтірік транзакциялар жасап, өзін басқа тұлға ретінде таныстырып, банктарды үлкен суммаларға алдаған. Осы әрекеттері оған өз заманының білікті алаяғы атағын берді. Ол жалған төлқұжаттар, жүргізу куәліктері немесе тағда басқа құқық қорғау органдарынан құтқаратын, жасырынуға көмектесетін құжаттарды шебер жасаған. Бұл алаяқтылығы ұзаққа бармады, себебі 21 жасында оны федералды тергеу бюросы қамауға алды. Дегенмен, оның шеберлігі назардан тыс қалмады, себебі көп жыл түрмеде отырудың орнына Фрэнк ФТБ-мен келісім жасап, оларға жәрдемдесуге келісті. Бостандыққа шыққаннан кейін Фрэнк кеңес беру, оқыту саласында жұмыс жасай бастады. Ол адамдарды алаяқтықпен жалған ақша жасау қаупінен сақтау үшін әңгімелермен, сабақтармен бөлісіп, әйгілі жазушы және спикер ретінде танылды. Фрэнк Эбигнейлдің өмірбаяны «Мүмкін болса, мені ұста» атты кітап пен фильмына негіз болды. Келесі қызықты оқиғаға көшейік. Адамдарды өзінің шеберлігімен алдап бастарын айналдырған Анна Дельви, шын есімі Анна Соркина, Ресейдің тумасы, 1991 жылы дүниеге келген. Жас кезінде Германияға, содан соң Америка құрама штаттарына көшіп, сонда өтірікші алаяқшы ретінде танымал болды. 2010 жылы Анна Нью-Йоркке көшіп келеді. Өзін табысты кәсіпкер, ал өзіне жоғары қоғамда орын алуға ұмтылады. Сол мақсатқа жету үшін өзін бай миллионердің қызы ретінде таныстырады. Және сол уақыт ішінде Анна $400 тәулігіне тұратын Соходағы қонақ үйдің сәнді бөлмесінде тұрып, керемет қымбат мейрамханаларда ғана кешкі ас ішіп, брендті киімдерді киіп жүретін. Ол банк қызметкерлеріне өзінің бай әкесі жайлы әңгімелерді айтып, үлкен сомаға несиелер алатын. Қонақ үйде қарыздары жиналып қалса да, қызметкерлер оған ештеңе демейтін, себебі миллионердің қызын қалай қуып шығасың. Полицияның көзіне түспес үшін кейде тым өсіп кеткен қарыздарын шеттерінен жауып тұратын. Ұрлық түбі қорлық демекші Аннаны 2017 жылы ақшаны қайтара алмаған таныстарының арыздары арқасында ұстап алды. Сөйтіп бүкіл Америкаға оның осы алаяқтылығы танымал болды. 2019 жылы Аннаға бірнеше айып тағылып, ол түрмеге қамалды. Ал оның өмірлік тарихы көптеген адамда қызығушылық тудыртып, 2022 жылы Netflix стримингтік сервисі Inventing Anna атты 9 сериялық фильм шығарды. Ал бүгінгі алаяқтар әлеміне саяхатымыздың соңғы тұлғасы Берни Медов. Ол көлеңкенің нағыз шебері ретінде танылды. Ол өзінің карьерасын 1960 жылы қаржылық бағытта бастады. Және Bernard L. Madoff Investment Securities атты компаниясын ашты. Ол өзінің компаниясына инвесторларды, қайырымдылық ұйымдарды, қаржылық институттарды шақыру арқылы биржалық беделді брокер ретінде танылды. Берни Медовтың Медов жанжалы атты схемасы осы алаяқтық әлемінде ең күрделі схемалардың бірі ретінде танылды. Ол Понци схемасында қолданған болатын. Ол өз клиенттеріне тұрақты және жоғары табыстарды уәде етті. Алайда іс жүзінде ол инвестицияларды жүзеге асыра алмады. Және жаңадан келген клиенттердің ақшасын бұрынғы клиенттерінің пайдасы ретінде төлеп отты. Осы схема арқылы ол өз компаниясының рентабелділігінің көрінісін тудырды. Медовтың бұл іс-әрекеттері біраз адамға зардап келтірді. Кейбір компаниялар өзінің қолмақты ақшаларын жоғалтса, ал кейбіреулері жұмыстарын тоқтатуға да мәжбүр болды. 2008 жылы қаржылық дағдарыс кезінде біраз инвесторлар өздерінің инвестицияларын қайтаруды талап етті. Сол кезде оның алаяқтылығы анықталды. Медов өзінің қылмысын мойындады және өзінің бизнесі ешқандай нақты пайда әкелмейтін үлкен қаржылық пирамида екенін мәлімдеді. Қылмысын мойындағаннан кейін көп ұзамай ол қамауға алынды. Содан кейін 150 жылға бас бостандығынан айырылды.
Ол солтүстік Каролинаның түзеу мекемесінде 83 жасында дүниеден озды. Медовтың бұл алаяқтылық схемалары назарға алынып, біраз зерттеу жұмыстары жасалды. Соның арқасында фильмдар, кітаптар және деректі жобалардың тақырыбына айналды. Ал 2017 жылы Медов жайлы «Өтірікші ұлы және қорқынышты» атты фильм жарыққа шықты. Басты рөлді танымал Роберт Де Ниро сомдады. Біз жаңа ғана алаяқтар әлемінде болып саяхатымызды аяқтадық. Бұл әңгімелер тәуекелдерді жақсырақ түсінуге және өзімізді алаяқтықтан сақтауға жәрдем береді деген үміттеміз. Комментарийде біздің бүгін айтқан алаяқтардың оқиғалары жайлы пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Тағы да қандай оқиғаларды білесіздер, жаза кетіңіздер. Өзімізді алаяқтардан қорғап, әлемді сәл қауіпсіз ету үшін қаржылық сауаттылықты бірге дамытайық. Бізбен болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау, саламатта болыңыздар.